Достар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін жаңа сөздер тақырыбын жалғастырамыз. Алдыңғы сабаққа қарағанда мен кішкене өзгерттім сабақтың барысын. Суреттермен сөздерді жаттап көреміз. Жалпы мұнда жануарларды аудармасымен берілген, жерде транскрипциясымен жаздым, және осы транскрипциясымен жазылған жануарлардың атауларын қазір алфавит бойынша оқып шығамыз. Мұнда суреттегі жануарлар жираф, керік жирафты жираф дейміз ағылшынша, бегемот, арыстан, қолтырауын берілген, бірақ бұларды келесі видеода жеке-жеке тоқтап өтемін, ал бүгінгі видеода мынандай жануарларға атына тоқталдық. Goat, pig, sheep, horse, cow, goose, chicken. Ең біріншісі бізде goat дегеніміз ешкі, яғни коза. Орысша айтқанда goat, G деген алфавиттің әрпімен басталады. Келесі бізде pig, P деген алфавиттің әрпімен басталады. Доңыз, поросенокты pig дейміз. Келесі алфавиттегі S әрпінен басталады. Sheep, sheep дегеніміз қой. Келесі H әрпінен басталатын сөз horse. Horse дегеніміз жылқы. Келесі C әрпі алфавитіндегі cow. Cow дегеніміз сиыр деген сөз. Келесі G әрпі goose. Қаз дейміз. Қазды goose деп айтамыз ағылшынша. Келесі тауық. Тауық ағылшынша chicken болады. C әрпінен басталады. Барлық сөздердің аудармасын қазір көрсем, мынаны жазып жаттау керек болады сізге транскрипциялармен бірге. Goat, pig, sheep, horse, cow, goose, chicken. Осы жаңа сөздерді жазып жаттау керек сол кезде. Алфавит бойынша жаттайтын болсаңыздар, есте жақсы сақталады. Мынау суреттегі жануарларды келесі сабақта көрсетемін. Бүгінге осы қысқаша ғана осылай видео жасап көрейін деп шештім бүгін. Жануарлардың атын осылай мүмкін суретпен жаттасаңыздар, сіздердің естеріңізде қалатын шығар. Тағы да бір оқып шығайық, қайталап оқыңыздар. Goat, pig, sheep, horse, cow, goose, chicken. Бүгінге осы аз ғана сөзді алдым, достар. Осындай форматта өтіп көрейін дедім, сіздерге ұнап жатса. Осындай форматта жалғастырамын. Өйткені алдыңғы форматтар сәл қиынырақ болып кеткен сияқты. Бүгінге сабақ осымен тамам. Қысқаша сабақ бітті. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.